Шетелдік инвестор деген кімдер? Оларға Қазақстанда жұмыс істеу қаншалықты тиімді? Олар қандай инвестициялық жобаларды өмірге келеді? Оларды Қазақстан экономикасында қай сала қызықтырады? Осы жайында толығырақ бизнес климат бағдарламасының кейіпкерлері, табысты шетелдік инвесторлар өздері айтады. 2014 жылдың басында Астана жаңа қала арнайы экономикалық аймағында Қазақстан тарихы үшін маңызы ерекше оқиға болды. Бұл жерде беренді машина шығаратын зауыттың капсуласы салынды. Бұл ел аймағында салуды жоспарлаған қорғаныс саласындағы ең ірі кәсіпорындардың бірі болды. Зауыт 2 жылдан соң толығымен жеке инвесторлардың қаржысына салынды. Салтанатты түрде ашылды. Тартылған инвестицияның көлемі 7 миллиард теңгеден асады. Кәсіпорынның құрылтайшылары Қазақстан Инжиниринг ұлттық компаниясы мен Қазақстан Инжиниринг Distribution және Оңтүстік Африкалық Paramount Group компаниясы. The aim was to get the best machines possible in. Біздің мақсатымыз беренді көліктер мен сапалы арнайы техникалар шығару. Біз бұл кәсіпорынмен мақтанамыз. We're very proud of this factory. It's fully commissioned. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев зауытты 2015 жылдың соңында салтанатты түрде өзі ашты. Бірден іске кірістік. Қазақстан Paramount Engineering бірлескен кәсіпорны бас директорының орынбасары Йохан Луис Делпорт оңтүстік африкалық ірі компанияның өкілі. Аэроғарыш және қорғаныс саласы өнеркәсібінде жұмыс істеген. Компания жаһандық қорғаныс, бейбітшілік, күш пен ішкі қауіпсіздік үшін дайын біріктірілген шешімдер ұсынып жүр. Компанияның Қазақстанға инвестиция тартуының бір себебі өнімге деген аймақтық сұраныс жоғары. Кәсіпорын өз өнімдерін тек орталық Азияға ғана емес, одан тысқары да таратуды жоспарлап отыр. Делпорт мырза біздің түсірілім тобымызды бірегей зауыттың жұмысымен танысуға шақырды. Good morning. Доброе утро. Please have a seat. Дәстүр бойынша жаңа жұмыс күні жиналыстан басталады. Онда кезек күттірмейтін сұрақтар қаралады. Зауыт ұжымы мен кәсіпорын топ менеджментінің 99% жергілікті кадрлардан құралғанын ескерсек те, ағылшын тілінде еркін сөйлесе аламыз. Yes, of course. Okay. That's preventive maintenance for like in 1 week, what we have to do in 1 month. Okay, this is the engineering section. Мына жерде біздің инженерлер отырады. Бұл уақытша кеңсе. Жуырда олар кеңірек кеңсеге ауысады. Шетелдік инвестордың өкілі әрбір детальді жеке-жеке мұқият зерделегенді жөн көреді. Өйткені әскери техникаға қатысты ұсақ түйек дүние болмайды. Әр тетік маңызды. Бұл ретте процесті жобалау кезінде қадағалау өте маңызды. Себебі инженердің ой пайымы еш қиындықсыз түзетіліп, мінсіз деңгейге жетілдіріледі. So this is our main workshop. Біз сіздермен инженерлердің кеңсесінде болдық. Ең қызығы әлі алда. Біздің көліктер осы жерде шығарылады. Production facility. Бұл өндіріс цехы, зауыттың жүрегі, біздің мақтанышымыз. Сіздер соңғы 12 айда тартылған инвестицияның нәтижесін көріп отырсыздар. Done over the last 12 months. On this side, you can see the names of our. Мына жерден біздің компания құрылтайшыларының логотиптерін көруге болады. Мынау оңтүстік африкалық Paramount Group және Қазақстан Инжиниринг. Kazakhstan making Бұл компаниялар Қазақстан Paramount Engineering бірлескен кәсіпорнының инвесторлары. in this facility. These are very expensive machines. They were handpicked and Біздің станоктар өте қымбат. Олар арнайы біз үшін жұмыстың ерекшелігі ескеріліп дайындалған. Мұның барлығы әрине инвесторлардың еңбегі. it was impossible without our investors to do this job. On my left hand side, Сол жағында лазерлік кесу станогы. Бұл Қазақстандағы ең үлкен станоктардың бірі. machines in Kazakhstan. It's a water jet cutting machine. Ал мынау гидробазивтік кесу білдегі. Қазір біз оны жуандығы 20 мм болатын құрышты кесу үшін қолданып отырмыз. Бұл білдек арнайы біз үшін жобаланып әзірленді. This machine has been specially Бір айта кетерлігі,
гидроабразивтік кесу процесінде жылу пайдаланылмайды. Бұл дәнекерлеу үшін жақсы, себебі металл ысып кетпейді. You can see this is a cold process. There's no heat. Яғни термикалық әсер жоқ, сондықтан болат зақымдалмайды. Affected zone. There's no cracks in the steel. On this side we have a very large bending press. Ал мына жерде біздің темір тақталарды иетін пресс бар. Ол біз үшін арнайы түрде жобаланып дайындалды. In this machine we can bend the plate for the... Осы арқылы біз болат тақталарды да иіп, қажет бұрышын ыңғайға көндіреміз. And we can bend up to 25 mm steel. This is our incoming steel. Бұл шойынды біз серіктестерімізден аламыз. Ол беренді машиналарды өндіру үшін қажет. For the armored vehicle. In this area you can see already Металл тақталар кесіліп, икемге келтірілген соң, осы жерде түседі. Біз оларды дәнекерлеуге дайындаймыз. and we start with Әрбір бөлшекте өзінің нөмірі мен сертификаты болады. numbered and each plate is referenced to the original material certificate. Мына жерде алдын ала құрастыру және дәнекерлеу жұмыстары жүргізіледі. Әрбір топ өзінің тиісті жұмысын тиянақты атқарады. Біздің мамандарымыз өте мықты. Олар Оңтүстік Африка Республикасында білімін жетілдіріп келген. They were trained in Africa. Our welding machines are all Біздің дәнекерлеуші барлық машиналар жоғарғы технологияға негізделген, заманауи электроникамен жабдықталған. Олар өте жоғары сапада және өте сенімді. Олардың барлық жұмысы программаға негізделген. Дөңгелекпен жүретін болашақ беренді көліктің негізгі қаңқасы дәнекерленіп болған соң, оны мұқият өңдейді. Өңдеу кезеңінде ол әлі өте шикі өнім. You can see a completed hull here. Біз қазір беренді машинаның құрастырылған корпусын көріп тұрмыз. Дәнекерлеу жұмыстарының барлығы аяқталған және ол тексеруге әзір. Тексеруден соң біздің корпусты қиыршықты қоспалармен өңдеу және бояу күтіп тұр. First of all, we Ең алдымен беренді көліктің болат қаңқасы кедір бұдырдан тазалануы тиіс. Содан кейін ғана ол соңғы мәрте бояуға жіберіледі. before we do the final painting. Беренді көліктің корпусын бояуға әзірлеу шаруалары міне аяқталып та қалды. Мен сіздерге оны бояйтын орынды көрсеткім келеді. Ал мына жігіт осы бөлімнің желілік менеджері Алмас. Жұмыс қалай жүріп жатыр? Өте жақсы. Қазір біздің корпус бояудың соңғы кезеңінде. Бұған дейін ол қиыршықты өңдеуден өтті. Одан соң корпусты ақ түске бояйды. Кейін талапқа сәйкес ішкі бөлігін сұр немесе жасылмен бояйды. Ең соңында сыртын біз клиенттің сұранымына сай бояймыз. Бұл өте маңызды процесс. Өйткені беренді көлікті құрастырып болған соң, оны қайта бояу өте күрделі. Finally, we do the outside of the vehicle with 2 coats of final paint, also to the specification of the client. It is very important that the paint is of good quality. After the vehicle is assembled, it's very difficult to repaint. Біз инфрақызыл кептіргіш камераның ішіндеміз. Сырланғаннан соң дөңгелекпен жүретін беренді көліктің корпусы осында жеткізіледі. Бұл жерде арнайы шамдар бар. Олар арқылы кебу процесі жеделдетіледі және бұл талапқа сай жүргізіледі. Into the assembly line. Келесі кезең құрастырушы цехта жасалатын қажетті жабдықтардың монтажы. Бөлім жетекшісі осы кәсіпорын құрылғалы бері заводта еңбек етіп келе жатқан Ержан Исеев. This is the assembly workshop and Бұл беренді көлік құрастыру цехы. Менің оң жағымдағы арнайы жерде су өтпесін тексеретін тест драйв өтеді. doing the road tests and Одан кейін корпусты техникалық талапқа сай бірнеше сынақ күтіп тұр. technology. Here is the power pack assembly section. Ал мынау электр қуат беру жүйесін жинайтын секция. Біз оны тасымалдаушылардан осындай күйде қабылдап аламыз да, оған радиатор, сұйық отын құбыры мен суытқыш мұржасын орналастырамыз. We have fit the transmission, we have fit the radiators, all of that, fuel tubes, the cooling tubes and so on. And then this is the Осыдан соң электр қуат беру жүйесі көліктің корпусында монтаждалады. power pack will go to the hull. And then here you can see the holes. Мына корпусты сырлап қойыпты. Енді оны жинақтай түсеміз. Бірінші кезекте доңғалақтары орналастырылады.
Кейін кезең-кезеңімен басқа тетіктер монтаждалады. We put it on the wheels, and then station by station we start to build it. And then after it we Ең соңында электрлік компоненттерін, желдеткішті, әйнек пен есікті, ішкі және қосымша жабдықтарды орналастырамыз. glasses, doors, internal fitment, external fitment. Осымен біздің көлігіміз дайын болады. It's ready. This is now made in Kazakhstan product. We have got Бұл Қазақстанда жасалған беренді машина. Бізде тиісті сертификат бар. Сонымен мақтанамыз. Қазақстандық үлес шамамен 40%. Болашақта оны арттыра түсеміз. increase in future the capacity of our factory. Біздің зауыт жылына 120-200 көлік шығарылады. Біз бұл межеге әлі жеткен жоқпыз, бірақ жұмыс жүріп жатыр. Жуырда қойылған мақсаттарға жетеміз. Біз Қорғаныс министрлігі мен өзге де мемлекеттік ұйымдарға, сондай-ақ орталық Азия аймағындағы клиенттерге ешқандай ақауы жоқ, жоғары сапалы беренді әскери көліктерді жасап береміз. Біз тек 4 доңғалақты Арлан ғана емес, 8 доңғалақты Барысты да жасаймыз. But also the Baris 6x6 and the Baris 8x8. Техниканы өндіруге жұмсалатын материалдардың 50%-ын Еуразия экономикалық одақ елдерінен сатып алу жоспарланып отыр. Қазірдің өзінде КАМАЗ кооперациясымен қозғалтқыштарды, көпір мен электрлік жүйені сәйкестендіру туралы келісім жасалған. Ішкі нарықтың тапсырысын орындаудан бөлек 12 елге экспорттау, оның ішінде Ресей, Қытай және Таяу Шығыс елдеріне жеткізу қарастырылған. Қазірдің өзінде бір жыл ішінде Иорданияға 50 бірлік техниканы жеткізу жөніндегі меморандумға қол қойылды. I can introduce you to the Baris 8x8 vehicle today. Мен 8 доңғалақты Барыс Брана транспортері туралы айтқым келеді. Менің ойымша, бұл әлемдегі ең мықты беренді машина. In the world today, the maximum speed of this vehicle Оның максималды жылдамдығы сағатына 110 шақырым, салмағы 20 тонна. Оған қоса, бұл көліктер салмағы 8 тоннадан асатын жүктерді тасымалдай алады. about 8 tons above that. Access of the vehicle is from the back. Көлікке міну артқы есік арқылы жүзеге асады. Әскерилер көлік жүріп бара жатқанда да, мына кең ойық арқылы секіре алады. Қозғалыс барысында да көліктен шығу қиындық тудырмайды. Get out of the vehicle while the vehicle is driving. Weapon systems. Әскери көліктің қарулану жүйесі клиенттің таңдауына байланысты. Мүмкіндіктер мол. There's various options. Yes, we Біз жаппай Барыс Бране транспортерларын өндірісін бастауға асықпыз. Ол мақсатқа осы жылдың ішінде әр кетсе 18 айда жетеміз деп. 1 year, 12 months to 18 months. Жоғары технологиялық жабдықтар кәсіпорынның аясында беренді әскери және азаматтық көліктерді толығымен жасап шығаруға мүмкіндік береді. Лазерлік пішіннен бастап, құрыш табақтарды дәнекерлеу, жабдықтарды монтаждау секілді жұмыстардың барлығы зауыт ішінде оңай атқарылады. The plan and strategic starting of this project and factory. Бұл зауытты салу мәселесі 2013 жыл көтерілді. Идеяның авторы оңтүстік африкалық Paramount Group жеке компаниясының негізін қалаушы Айвар Ичиковиц. Of Paramount Group is a South African, Mr. Ivar Itsikovic. He had this idea to expand. Ол өз компаниясының қызмет аясын орталық Азия аймағында кеңейтетін болып шешті. Wanted to expand into the Central Asia area. It was not difficult to choose Kazakhstan as a hub. Елдің географиялық жағынан орналасуы да мұндай кәсіпорынды ашуға өте ыңғайлы. Қазақстан үкіметі, жергілікті инженерлер және техникалық мамандар аталған бизнестің сәтті дамуына сеп болады. It was the ideal location for starting up a new venture. Also with the willingness of the Kazakhstan people, the Kazakhstan government and other authorities, it was quite easy to start the negotiations and to get the investors to invest in this project. I have to point out that it's very important to understand that investment does not only mean financial input. Инвестиция бұл тек қана қаржы құю емес, ол сондай-ақ
зияткерлік меншік. For a project of this nature, we talk about investment in IP, intellectual property. We're talking about investment of technical know-how. Кәсіпорын инвесторларының болашаққа деген жоспары көп. Қазірдің өзінде бұл жерде технологияны жаңғырту процесі жүріп жатыр. Бұдан бөлек, компания адами капиталдың дамуына да инвестиция құйып келеді. 55 қызметкер шетелде оқып келді. Зауыттың басшылары өндіріске болашақтықтарды да тартуға тырысады. Менің атым Аягөз Абдрахманова. Мен өндіріс инженері болып жұмыс істеймін. Өзім болашақ президент стипендиясының иегерімін. ақш-та оқып келдім. Бұл менің алғашқы жұмысым. Ұнайды. Себебі бұл Қазақстан үшін тың жоба. Бұл жерде үздік инженерлер тобы жұмыс істейді. Кәсіпорын мамандарының ойынша, Қазақстан Paramount Engineering жобасы бәсекеге қабілетті және сәтті жобалардың бірі. The project is on the production of the armored wheeled vehicles. It's a very attractive project in terms of Беренді машина шығару қаржылық жағынан бір шама тартымды жоба. Оның 3 себебі бар. Бастысы, біз шығаратын көліктер әлемдегі ең мықты әрі сапалы көліктердің бірі. Second point is that we don't have any competition in the market because Екінші себеп, нарықта біздің бәсекелестеріміз жоқ. it has the full manufacturing range starting from the clean sheet up to the ready vehicle. Ал үшіншісі, біздің кәсіпорында ең мықты мамандар жұмыс істейді. Қазір кәсіпорында шамамен 150 адам жұмыс істейді. Олардың жалақылары жоғары, жақсы еңбек шарттары бар. And I'm happy to say that currently on the Arlon project Арлан жобасында отандық үлестің 39%-ға жеткенін қуанышпен айта аламын. 39% of the local content and we are eager to Алдағы 2 жылда оны 50%-ға жеткізуді жоспарлап отырмыз. and moreover we will then have to increase it further. Мұнымен тоқтап қалмаймыз. 2020 жылға қарай бұл көліктер 100% қазақстандық үлеспен шығуы мүмкін. Will be fully Kazakhstani vehicles. 4 дөңгелекті беренді Арлан әскери көліктерінің алғашқы легі Қазақстан армиясына берілді. Салмағы 16 тонна. Ол қатал климаттық жағдайға бейімделіп жасалған. Яғни -50 мен +50 градусқа төзімді. Бірақ ең бастысы, көліктің минаға қарсы қорғанысы мықты және калибрі 7,62 мм құрыш бұзатын патрондар атысына оңай төтеп бере алады. Well, this is famous Arlan vehicle that has been deployed to Kazakh army. Бұл Арлан әскери көлігі. Өте қуатты, жол таңдамайды, тас жолда да, жолсызда да жүре береді. Кез келген кедергіні жеңеді. Мысалы, Қазақ даласындағы дөңестер оған тосқауыл бола алмайды. Vehicle is equipped with a modern technology. Көлік соңғы заманауи жабдықтармен жарақталған. All engine parts, and also it's equipped with a latest ABS system, and it can go up to 100. Арланның тас жолдағы жылдамдығы сағатына 100 шақырым, ал жолсызда 80 шақырым. It includes radio, it includes heating system. Көлікте ішкі байланыс радиостанциясы, климат бақылау, теледидар және түнде көре алатын камера орнатылған. Арлан қашықтықтан басқарылатын әскери модульмен жарақталған. Соның арқасында әскерилер көліктің ішінде отырып, ұрыс жүргізе алады. Қазақстан Paramount Engineering жобасы біріншіден Қазақстанның қорғаныс қабілетін арттырады. Екіншіден елдің экспорттық әлеуетін арттырады. Жаңа технологиялардың келуінен бөлек, беренді көліктер шығаратын кәсіпорынның қызметі жоғары дәрежелі техникалық мамандардың жаңа буынын өсіріп шығаруға сеп болады. Regarding my own experience as a non-citizen of Kazakhstan working here Қазақстанда жұмыс істеп жатқаныма 1,5 жыл болды. Маған жұмысым қатты ұнайды. months, working for Kazakhstan Paramount Engineering, and it's just Ұжым да мені жылы қабылдады. Ортақ тілді тез таптық. Бұл мен үшін үлкен абырой. to be accepted within Kazakhstan, to be accepted by the team of Kazakhs that we have chosen. Қазақстан қарқынды дамып келе жатқан мемлекет. Ілгері даму үшін елдің барлық мүмкіндігі бар. Менің ойымша, мұнда сырттан келген сарапшылардың да үлесі бар.
Олар жергілікті мамандарды үйретіп, заманауи технологиялардың тілін меңгеруге көмектесті. Маған Қазақстанда тұрған жұмыс істеген ұнайды. Әзірге Оңтүстік Африкаға оралу ойымда жоқ. Осы ұжыммен ұзақ әрі жемісті жұмыс істеймін деген сенімдемін.